барлықтарыңыз. Мынандай өтінішім бар. Ол облыс әкімге кетеді. Сіз таныссын деп нетіп отырмын. Көрсетейін деп сізге. Бұны мен көрдім ғой деймін. Жоқ, бұл басқасы. Мына жерде мына мекеме басшылары отыр. Қала әкім, депутаттар, жер бөлім. Сұрақтарымды қойсаң болады ма? Қазір мынау. Так, сұрағыңызды қойыңыз. Так, сұрағым. Бір видеоны көрдіңіз ғой ана жолы, акимат бос тұрған. Сол нәтижесін несін бермедіңіз ғой маған, ответін. Нәтижесі сізге қандай? Сіз маған айттыңыз, жазбас, демалыс. Күн сүрілген. Так, тұра тұрыңыз, демалыс болсын, не болсын, стратегический объект должен быть под охраной, дұрыс қой? Непроходной двор это. Охранада істегендер олар ауысып. Это понятное дело, охрана попала, ладно. Охрана орнында отырмаған үшін олар жауап. Ответственный кто был тогда? Ответственный өзде. Болу керек қой, ответственный. Кім болған? Кім болған? Приказды қарау керек. Соның ответі жоқ қой. Сізге уже 3 апта өтті ме мен сізге кіріп шыққан? Жазбаша беріңіз. Маған жазбаша беріңіз дедіңіз. Жарайды, мен ертең жазбаша оның бәрін Берік Уәлидің алдына барайын деп отырмын, соған беремін. Содан кейін мына жерде Рысбековна, сізге мынандай сұрақ. Сіз неше жыл болды уже істеп жатқаныңыз? Где именно? Вот сейчас істеп жатқан салаңызда. Нет, вы нормально вопрос поставьте, или на госслужбе, или где. Ну вот аппаратом, руководитель аппарата. 14 лет, да? Теперь вот смотрите, за 14 лет, я так понимаю, здесь трайбализм вы создали, да? Почему, скажете, да? Айғыз ауыл, да, или кто это? Өркен ауыл, Аким. Кім аты? Мишка. Он ауыл Аким. Ауыл шаруашылық сидит брат егошний. Как это понимать? Это что они там сейчас сидят, земли делят, да, получается? Нет, конечно. Ну. Этот вопрос, негізі, когда они на работу поступают, спецпроверку, они прошли спецпроверку. Через агентство по делам госслужбы они прошли. Здесь никаких прямого подчинения и, как вы сказали, трайбализма нет. Как прямого подчинения трайбализма? Они же знают... Аким сельского округа, этот человек избираемый, он не подчиняется никак. Он не избираемый, он тогда ставленником был. Он избираемый. Его тогда назначили. Он тоже уже сколько лет сидит. Вы прекрасно знаете об этом. Ладно, следующий вопрос, ладно, такой. С вами понятно. Ну, Кайбаев, вы, наверное, в курсе, да? Как он меня за город вывез. Ты откуда знаешь? Не знаете, да вы? Вот тогда я вам вот говорю сейчас. Я на него заявление подал в полицию. Он меня за город вывез. Это ваш человек, которого вы привезли, поставили сюда. Это ваш человек, прямой. Вы его привезли. Значит, получается, вы собираете здесь целое ОПГ, да? ОПГ никто не собирается. Если у вас жалобы есть на него, если вы тогда пишите заявление. Заявление написал в РОВД. Теперь сейчас... Я жаздым. Мен просто сізден сұрап отырмын. Өйткені сіз оны алып келдіңіз, ол адамды. Сіз алып келіп мына жерге отырғызып қойдыңыз оны. Көп көрім істеп отырған азаматты алып тастадыңыз жұмыстан, дұрыс қой? Қандай кім істеп отырды көп көрім? Енді Мержанбет там мало. Оның ішінде қандай жетіспеушіліктері бар, оның бәрін білесіз ба? Енді мен оның ішіне кіріскен жоқ. Мен зарплата төлемеген, мен тоже так тұратыңыз. Оның бәрін мен көтердім тоже. Неге төленбеді? Пенсионный неге төленбеді? Медстрахование неге төленбеді? Ол вопростардың бәрін мен көтердім ол. Оны көтеру керек. Ол соларды көтердім мен. Көтеріп жатырмын, көтерем. И мне қазір, и это чуть не надо агрессию проявлять. Ну, сіз маған айтып отырсыз, осындай мен мына вопростарды шығарып алып кетті машинамен деп айтып отырсыз ғой. Иә. Арыз жаздыңыз ба? Жаздым арыз. Болды. Өздері полиция қызметкерлері. Конечно, шешеді оның бәрі. Жұмыстарын жасайды. Осы вопростардың бәрі еще ертең как раз неге барайын деп отырмын? Берік Уәлидің алдына. Сол жерде тоже қоямын сұрақтарын, осылардың бәрін.
сол мен айтайын дегенім. И мына за акимат немене шештіңіздер сол күнгі? Мен сізге айттым ғой жаңа, демалыс күні болған жағдай, сіз осының ішіне кіріп, жүріп қайттыңыз, бәрін аралап кабинеттерді, иә? Иә. Сол кезде отырған охрана келді, соны қазір ауыстырдыңыздар ма? А кто ответственный был тогда? Почему не әлі қарау керек? Міне уже 3 апта өтті, әлі қарау керек. У нас не бывает. Как не бывает? Тоқтаңыз, подождите, ол мейрам күні болса, сол кезде болады. Ол кезде мейрам күні болмаса, каждый суббота күні, выходной күні ответственный ешкім отырмайды. Оны кілтке жауып кетеді, охранник отырады болды, ешкім отырмайды. А неге ашық тұр ғой? Мына жақ ашық. Енді оны охрананы мен түн ішінде, күндіз мен выходной күні келіп оның бәрін тексеріп отырмаймын. Дұрыс па? Значит, ответственный болмайды дейсіз ғой? Ұйықтап жатыр ма, ұйықтап жатқан жоқ па, ол охранамен бізде договор бар, ақшасын төлеп отырмыз, ол охрана қазір сол жұмыс уақытында кір кеткен үшін оларды ауыстырып тастадық басқасына. Қазір ертең тағы да осындай жұмыс емес уақытта тағы да бір рет кіргізетін болса, сізде оларды ауысады. Жарайды. Это само собой, конечно, мой стратегический объект здесь столько тайных этих. Жоқ, болды сұрағым. Қағазымды алсам болды? Сау болыңыз. Болды, сау болыңыздар.